Сәлем баршаңызға, сіздерге керемет булочканың рецептісімен бөлісетін боламын. Толық нұсқасы видеоның астында. Ең алдымен сүтімізді, қантымызды, дрожжымызды салып, араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа қоя тұрамыз. Жарты сағат өткеннен кейін ерітілген майымызды құйып, сұйық майымызды құйып, және қантымызды салып, бәрін бірге араластырып, өлшенген ұнымызды салып, қолымызбен илейміз. Әбден тыңғанша қоя тұрамыз. Одан кейін алып, оқтауымызбен ысып, үлкен қылдырып жаямыз да, бетіне ерітілген майымызды жағып, және де грек жаңғағын блендерден өткізіп аламыз алдын ала. Оған қантымызды қосып, араластырып, тестіміздің үстіне қоямыз. Начинкасын қойып болғаннан кейін, осылай видеодағыдай ұзыннан кесіп шығып, қақ ортасынан бөліп, формамызға келтіреміз. Осылай формамызға келтіріп, противенімізге салып, 15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Одан кейін жұмыртқамызды жағып, алдын ала пешімізді қыздырып алып, 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте дәмді болып шықты, әрі оңай. Ас болсын, сау болыңыздар.